құтты болсын, көрісу күні құтты болсын ағайын. Зейнеткерлер, құрметті қызмет жасап жүрген әріптестеріміз, барлықтарыңызға көп рахмет. Осы управлениенің сотрудниктарына әке өзіңе, Гүлмира өзіңе көп рахмет. Бақыт начальник управление замдарыңа барына көп рахмет. Осылай біздің зейнеткерлердің барын басын қосып, осындай көрісу күні, амал мерекесі күні жинап, барлығымызға осындай жақсы құрмет не көрсетіп жатқандарыңызға көп рахмет. Бақытты болыңыздар. Амал күні құтты болсын. Ардагерлермен қауышып жатырмыз, жүздесіп жатырмыз. Осы мекеменің басшыларына, департамент басшыларына көптен көп алғысымыз шексіз. Құшақ жая қарсы алып құттықтап жатсыздар, құрметті қонақ етіп жатсыздар. Амин. Құрметті ардагерлер, сіздерге рахмет. Осы амал күні біздің басқармаға келіп, жылы лебіздеріңізді. Амин. Амал күннен жиірек есіңіз әрдайым сіздерге ашық. Бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Әріптестерді, зейнеткерлерді, бәрінің отбасына жақсылық, аманшылық тілеймін. Амин. Айтқан тілектеріңізге мен де қосыламын. Бары жақсылық болсын. Амин. Көп сізге рахмет. Осылай келіп, бізбен танысып, біздің есігіміз әрдайым ашық. Осылай келіп Ал құрметтілерім, әлі де болса біз ардагер болсақ та мемлекетімізге, отанымызға, халқымызға қызмет етуге дайын екенімізді бүгін тағы да бір сездірдік. Ал енді осы шайдың басында енді 100 грамм ештеңе болмайды ғой. Ал енді осы көрісіп өте қуанышты. көрісіп жатырмыз ғой. Сізбен танысып, осылай дальнейшем жұмыс істейміз. Амин. Өте қуаныштымын. Алла жазса біздің Гүлмира полковник алады жуырда, Құдай бұйырса жуамыз. Екі полковник алатын кісіміз бар ғой, бай. Тағы да бір. Мынау неме деуші еді? Қазақтың жолы бойынша енді ақсақал сөйлейді ғой. Мынау 8 март болды, тағы да праздниктар болды әйел адамдардың. Дұрыс па сол? Әйел адам қарындастарыңызды келіп келейін, солар бастасындар. Азаматтық өмірге қалыптастым, екінші өмірді бастадық. Зейнеткерлікке шыққанда өте қиын. Көп кісілер өзін жоғалтып алып жатады ғой. Ал енді біз сондай қиыншылыққа сынбай, өздеріңізбен қауышып отырмыз. Еңбектеріңіз елене берсін. Басшылар тарапынан, отбасылар тарапынан, бауырларыңыздың тарапынан, халқымыздың тарапынан еңбектеріңіз еленіп, халықтың алдында жүре беріңіздер, генералдық дәрежесіне жетіңіздер. Ал біз енді ардагерміз, бізге енді жан тыныштығы керек, кездесіп тұру керек. Екінші мынау дыхание дейді ғой, ардагерлік өмірімізде біз ардагерлер көбейіп, осылай жинап деп отыр. Сонымен сіздерге сол тілектерін айтып жатыр. Бүкіл осы орынбасарлардың, начальниктің, хажы-мұнашының барлығының атынан сіздерге көп рахмет. Жаңағы кім Амантайда айтып жатыр ғой, сол сияқты. Рахмет келгендеріңізге, осылай келіп жүріңіздер. Тағы да шаралар болатын болса кездесеміз, Құдай бұйырса Алла жазса.